жоқшылықта өскен балалардың ең үлкен қаруы бар. Білесіңдер ме қандай қару? Ол арман деген қару. Сізде ақша жоқ, сізде бай ата-ана жоқ, сізде бір тіреп тұрған көкеңіз жоқ. Сізде тек арман ғана бар да. Анау жетістікке жеткен адамдардың өмірін қарап отырасың да, соларға қарайсың да, Алла бұйыртса мен де осындай боламын, мен де жетем деген үлкен бір армандарың болады да. Ал сол арманы бар адам кез келген мақсатқа жетеді. Сондықтан мынау сен экран ар жағында отырған. Байқайсыңдар ма? Жоқшылықтан өскен адамдар жетістікке тезірек жетеді да. Ал мына бай отбасынан шыққан адамдар тез сытып қалады. Ал одан сен бір бас жоғарысың, сондықтан сен ар жағында отырған. Міндетті түрде бай боласың.